Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздермен осындай голубцидың рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен керек заттарымызды осылай дайындап аламыз. Барлығын описанияға жазып қалдырып кеттім. Қарап сіздер де жасасаңыздар болады. Бұл жаңағы перецтің ішіне салатын фаршымызды дайындап жатырмыз. Ішіне қара бұрыш, тоз және де пияз салып осылай жақсылап араластырамыз. Содан соң жақсылап араластырып болған соң осылай жарты есе күрішімізді жақсылап жуып саламыз. Содан соң тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Келесі кезекте майымызды қыздырып табадағы етімізді жақсылап қуырып аламыз. Етіміз жақсы қызыл болып қуырылу керек. Міне осылай қызарып қуырылған кезде үстіне пиязымызды саламыз. Пиязды жақсылап сары болып қуырылған кезде үстіне қара бұрышты салып, тағы да араластырып, кішкене қуырамыз. Содан соң үстіне помидорды саламыз. Мұнда менде помидор 3 дана помидор салдым. Помидордың суы шығып, қуырып аламыз тоже. Помидордың суы шығып, қуырылған кезде үстіне чеснок пен картошканы саламыз. Араластырып, кішкене қуырып, содан соң аздап су құямыз. 1 кесе су құйып бұқтырамыз. 5 минут бұқтырып алған соң, туралған капустамызды үстіне салып, араластырып, тағы да 15-20 минутқа бұқтырып қоямыз. Капустамыз бұқтырылғанша біз перецті ішін фаршқа толтыратын боламыз осылай. Мен 3 адамға жасадым. 6 штук перецті. Сіздер осылай жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Аздап тағы да су құйып, перецтерді үстіне салып шығатын боламыз. Содан соң қақпағын жақсылап жауып, 45-50 минутқа бұқтырамыз. Мына біздің перецтеріміз дайын болды. Өте керемет жұмсақ. Дәмі енді суперский. Сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.